Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып жаратылыстану. 32-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жасанды дыбыс көздері. Кел, ойланайық. Балалар, суреттерге қара, не байқадың? Неліктен қыз бала есікті ашуға ыңғайланды? Есіктің қоңырауы қандай дыбыс көзіне жатады? Ойланып, жауабыңды айт. Білгенің жөн. Сыртқы күштің әсерінен дыбыс шығаратын денелер жасанды дыбыс көзіне жатады. Мысалы, музыкалық аспаптардың дыбысы, телефон шырылы, мәшиненің дабылы, ысқырық, қауіп-қатер дабылы, қоңырау үні, тағы басқа дәл сондай дыбыстар. Жасанды дыбыс көздерін адам ойлап тапты. Оларды күнделікті тұрмыста қолданамыз. Дыбыстың қандай түрі естілетінін айт. Дәлелде. Балалар, бірінші суретке назар аударайық. Онда отбасымен теледидар көріп отырған отбасыны көреміз, иә? Ол жерде қандай дыбыстар естіліп жатыр? Айтып көрші. Мұнда теледидардағы адамдардың дауысы, ән айтып жатқанның дауысы. Бұлар жасанды ма, әлде табиғи ма? Айтып көр. Келесі суретке назар аудар. Бұл жерде домбырамен ән шырқап атқан байқаймыз. Бұл жасанды дыбыс па, әлде табиғи дыбыс па? Ойланып көр. Келесі. Бұнда телефонның қоңырауы. Бұл қандай дыбысқа жатады? Келесі суретте иттің суреті. Ит қандай дыбыс шығарады? Ол жасанды ма, әлде табиғи ма? Ойланып көр. Көліктердегі дабыл қай кезде соғылады? Қане, оймен бөліс. Бірінші суретте өрт сөндіру қызметінің көлігі. Ол қай кезде дабыл соғылады, балалар? Өрт болған жағдайда, балалар? Біз өрт жағдай болғанда 101 қоңырау соғып шақыруымыз қажет. Бұл өте асығыс. Өрт қызметкері өртке дабыл соққаннан соң дыбысын шығарып, тез жолға дайындалады. Келесі сурет. Бұл жерде, балалар, біз 103, яғни жедел жәрдемнің көлігін кездестіреміз. Бұл кезде жедел жәрдем қызметінің көлігі қай кезде дабыл соғады? Өзіне тән дабыл шығаратын дыбысы бар, балалар? Ойланып, айтып көр. Және дәл солай 102. Бұл полицияның номері. 104. Газ апатының қызметі. Бұл көліктер қай кезде дабыл шығарады? Өз ойыңмен бөліс. Берілген заттарды темір қасықпен ұрып көр. Дыбыс қалай шығады? Бірінші заттың атауы. Бұл жерде темір. Қасықпен ұрған кезде дабыл қалай шығарады? Зерттеп, осыны өзіміз жасап көрейік. Есіңде сақта.
әуенді бар даусына қойып, құлақ қаппен тыңдау құлақтың саулығына қауіпті. Есік қоңырауын естігенде, есік көзінен қоңырауды әдетке айналдыр. Бұл сенің қауіпсіздігің үшін маңызды. Құлағым сау болсын десең, құлағыңның түбінен біреудің айқайлауына, шыңғыруына жол берме. Өзің де осыны орында. Басқаларға олай жасама. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.